Сізге сәлем, бірге мен Дина газеті және бүгін біз жай ғана осындай видео түсірейін деп жіберген. Міне, осындай жерлер кімде көп кездеседі екен Майнкрафтта. Осындай осындай жерлер кімде кездеседі деп ойлайсыздар? Тоқтан творческий жасайық. Тез. Мені өлтірме. Осындай жерлер кімде кездеседі деп ойлайсыздар? Осындай шахталар, осындай бөжейлер дейсіздер. Тіпті алтынға дейін бар. Екінші жерді көрсетемін, осындай үлкен, өте үлкен. Әлемде ең үлкен шахтаның бірі. Осы Майнкрафтта менде пайда болды деген ойдамын. Қарсаңыздаршы. Өте тереңге дейін барады достар. Осындай жерлерді көбінесе бұл сирек кездесетін жерлер негізі. Сирек. Ал маған кешеден бері осындай жерлер шыға бастады. Неге екен білмеймін. Қазір тағы бір жерді көрсетемін. Ол да терең, осындай терең жерлер бар. Яркосты көбейту керек еді. Яркосын көбейтіп жіберейік. Ой, обучениесін айтып қой. Осындай жерлер кімде кездеседі? Маңыз. Қазір яркост деген бар ма? Міне. Ойбайды. Не өкпеді? Поле зрения қосып жібердім ғой. Жаңа 60-та тұрған. Осындай келесі жерді көрсетемін достар. Ода осындай. Камаға келем. Көрдіңіздер ма? Ведрокқа дейін барған ғой. Ведрок, я табан. Ал келесі жерді көрсетемін. Екінші әлем достар мана. Қарасаңыздар осы жаққа дейін барады. Көрсеңіздер. Яқта ведрок тұр ма? О не? Мен нанды қазғам. Жоқ, мен жаңағы кірген әлем бұны. Сондай сияқты я достар. Жоқ, басқа әлем. Ұмытқам. Басқа әлемге кіріп кеттім осы. Ал осындай жерлер кімде кездеседі? Қызық екен. Осындай әділіне бар жерлер. Бұл жерлер сирек кездеседі, сирек өте. Бұл түстікті достар. Бұны түсініп тұрған шығарсыздар. Майнкрафттағы не қандай? Қалай айтсам болады, оны кейін айтам достар. Білесіздер онсы да. Не? Бұл жаңа әлем ғой бізде кірген. Ятайсыз ғой, сондай әлем. Осы әлемнен толығың бар. Мына осындай әлем бар. Өте қызық жер. Астыда шахталар. Үлкен жер бар, бірақ олар су басқан жер осында. Ой. Жүре берсеңіз. Мұздықтардың асты ғой негізі. Шықтық.
Ал видео аяқтаймыз. Тағы бір жерді көрсетейін деп едім. Бүгінгі видео қысқа болып қалды. Басқа жер көрсететін де жоқ. Тағы көрсететін жер бар. Алдағы уақытта енді қызықты видеолар шығады. Бұдан да қысқа емес, ұзақ стрим шығуы мүмкін. Херобрин қазақ, Нурис Мастер кезі, Нұрахмет Төрехан немесе Нури қазақпен видео шығуы мүмкін. Достар, сіздерге бір нәрсе айтып кетейін. Оны білетін шығарсыздар деп ойлаймын. Айтқан шығармын бір видеода. Мына хаус деген не ашқанбыз үшеуміз. Төрт адам ашқан. Мына хаус деген. Ал соның ссылкасын описаниеде қалдырып кетемін комментариймен. Сондықтан сол андаға кіріп, төртеуміздің шығарған нелерімізді ұдырған емес. Сондай нелерді көріп кетеміз. Ал осы видеоға лайк басып, комментарий жазып кеттіңіздер. Лайк басып, комментарий жазып, арнамыздан жаңадан болсаңыз тіркеліп, қоңыраушаны басып кеттіңіз. Сонда сіз бірінші видеоны көре аласыз. Ал біз видеоны аяқтаймыз. Сіздермен болған мен Дино KZ. Сау саламат.